8-ші лекция тақырыбы ПМК-ның қорытындысы негізінде ерекше білім алу қажеттілігін бағалау және мектептегі психологиялық педагогикалық қолдау көрсету бағыттарын анықтау бойынша жұмыс кезеңдері. Жоспар бойынша психологиялық медициналық педагогикалық кеңес, ПМК-ның қорытындысын алу процесі, мектептегі психологиялық педагогикалық қолдау бағыттары, психологиялық қолдау шаралары, педагогикалық қолдау шаралары, мектепте қолдау көрсету механизмі, жеке білім беру бағдарламасы, қолданатын әдістер мен технологиялары. Жалпы ПМК дегеніміз психологиялық медициналық педагогикалық кеңес, ерекше білім алу қажеттілігі бар балалардың дамуын бағалайтын және оларға арнайы білім беру бағдарламаларын ұсынатын мекеме. ПМК-ның негізгі міндеттері: баланың даму ерекшеліктерін зерттеу, ата-аналар мен мұғалімдерге ұсыныстар беру, оқыту мен тәрбиелеудің жеке бағдарламаларын жасау. ПМК-ның қорытындысын алу процесі: алдын ала диагностика, мектеп психологы, мұғалімі және ата-аналар баланың дамуын бақылайды. Құжаттарды жинау, ата-аналар мен мектеп өкілдері қажетті құжаттар әзірлейді. ПМК-ға жіберу: бала арнайы мамандардан өтеді. Сараптама жүргізу: логопед, психолог, дефектолог және дәрігерлер баланың жағдайын зерттейді. Қорытынды шығару: баланың қандай білім беру бағдарламасына сәйкес келетінін анықтайды. Психологиялық педагогикалық қолдау дегеніміз бұл ерекше білім беру қажеттілігі бар балаларды оқыту мен дамыту үшін мектепте ұйымдастырылатын жүйелі шаралар кешені. Оның мақсаты оқушылардың эмоционалды, әлеуметтік, когнитивті және физикалық дамуын қолдау болып табылады. Мектептегі психологиялық педагогикалық қолдау бағыттары: психологиялық қолдау баланың эмоционалдық жағдайын тұрақтандыру, педагогикалық қолдау оқу бағдарламасын бейімдеу, әлеуметтік қолдау ата-аналар мен мектептің өзара әрекеттесуі. Психологиялық қолдау шаралары: жеке және топтық кеңестер, стресс пен мазасыздықты төмендету жұмыстары, мотивацияны арттыру әдістері қиындықтарды жеңуге көмектеседі. Педагогикалық қолдау баланың жеке оқу бағдарламасын әзірлеу, сабақ кезінде оқу материалдарын бейімдеу, түзету сабақтарын ұйымдастыру, яғни логопед, дефектолог, арнайы педагог көмегімен мұғалімдерге әдістемелік қолдау көрсету. Қолдау, әлеуметтік қолдау, инклюзивті орта қалыптастыру, оқушылар арасында толеранттылықты дамыту, қоғамдық іс-шараларға тарту. Мұғалімдерге қойылатын талаптар: кәсіби білім дағдылары, ерекше қажеттілігі бар балаларды оқыту саласындағы білім мен тәжірибе, инклюзивті оқытудың әдістері мен тәсілдерін меңгеру, психология, дефектология және педагогика негіздерін білу, икемділік пен шыдамдылық, оқушылардың жеке ерекшеліктерін ескеру, күрделі жағдайларды сабырлықпен шешу, қарым-қатынас дағдылары, балалар мен ата-аналар мен және басқа мамандармен тиімді өзара әрекеттесу, эмпатия және эмоционалдық қолдау көрсету қабілеті, жаңашылдық, жеке әдістерді қолдану, оқыту процесін бейімдеу, технологиялар мен ресурстарды пайдалану. Ата-аналармен жұмыс: инклюзивті білім беру жүйесінде ата-анамен жұмыс келесі бағыттарда жүргізіледі: тұрақты байланыс орнату, балаға қолдау көрсету бойынша кеңестер беру және ата-аналарды оқу процесіне тарту. Мұғалімдер олардың пікірін тыңдап, қажеттіліктерін ескеру маңызды. Мектепте қолдау көрсету механизмі: бұл ерекше білім беру қажеттілігі бар балаларға кешенді көмек көрсететін жүйе. Ол бірнеше құрылымдық элементтерден тұрады: мамандар, оқу бағдарламасы, әдістер, бағалау жүйесі. Қолдау көрсету механизміне қатысатын мамандар: мектеп психологы, эмоциялық және әлеуметтік дамуымен жұмыс істейді. Логопед сөйлеу қабілетін түзету бойынша көмектеседі. Дефектолог арнайы білім беру қажеттілігі бар балалармен жұмыс жасайды. Әлеуметтік педагог отбасы мен мектеп ұжымымен байланыс орнатады. Мұғалімдер оқу процесін бейімдеу қажетті әдістерді қолданады. Жеке білім беру бағдарламасы: жеке білім беру бағдарламасы ерекше білім беру қажеттілігі бар балаларды оқыту мен тәрбиелеу үшін арнайы әзірленген. Бұл бағдарламалар баланың жеке ерекшеліктерін психологиялық, медициналық және педагогикалық қажеттіліктерін ескере отырып құрылады. Біріншіден, баланың жеке мүмкіндіктерін ескеретін арнайы жоспар, танымдық және әлеуметтік даму қолдау көрсету әдістерін анықтау болып табылады. ПМК-да қолданатын әдістер мен технологиялар: бақылау әдісі, баланың мінез-құлқы даму ерекшеліктерін зерттеу, психодиагностикалық әдістер, арнайы тесттер арқылы когнитивті және эмоционалдық жағдай анықтау. Әңгімелесу әдісі: бала, ата-ана және мұғалімдермен сұхбат жүргізу. Логопедтік диагностика: сөйлеу бұзылыстарын анықтау. Медициналық сараптама: денсаулық жағдайы бағалау, даму динамикасын бақылау, баланың прогресін ұзақ мерзімді зерттеу болып табылады.
Қорытындылай келе, мектептегі психологиялық педагогикалық қолдау ерекше білім беру қажеттілігі бар балалар үшін маңызды жүйе. Қолдау көрсету механизмі тиімді жұмыс істегенде баланың дамуында оң әсер етеді. Инклюзивті білім теңдік пен мүмкіндіктер қамтамасыз ететін маңызды құрал. Назарларыңызға рахмет.